1710-1713 жылдар аралығында Осман империясы мен Ресей хандығының арасында соғыс болып, 1711 жылы Петр I бастаған орыс әскері Осман империясынан жеңіліс табады. Ресей билеушісі Осман империясымен бейбітшілік келісім шартына отырады. Сұлтан Ахмет III өз заманында отаршыл Ресейдің Орта Азия халықтарына ықпалын азайтуды көздеген билеуші болған. Осы оқиғадан кейін Тәуке хан Осман империясының сұлтаны үшінші Ахметке хат жазады. Бұл хат шамамен 1711 жылдардан кейін жазылған болуы мүмкін. Бұл хатты Түркия мұрағатынан зерттеуші, шығыстанушы Ерофеева Ирина Викторовна алып келіп, шығыстанушы Бейсенбиев Тимур Қасымұлының көмегімен орыс тіліне аударған. Хатта былай жазылған: екі қасиетті қаланың Мекке мен Мәдина қызметшісі, жер мен теңіз қаханы, қахандардың қаханы Ахмет хан сұлтанды билік пен ерлік, өрлік пен әділеттілік, даңқ пен қайырымдылық нұрландырады. Дініміздің шынайы сәруары, ұлы билеуші орданың және даңқты әрі жоғары Осман хан әулетінің лайықты әрі мақтаулы ізбасарының даңқын татулық пен келісім, ақ көңілділік пен ынтымақтастық айшықтайды. Сіздің мәртебелі ойыңыз алдында шынайы досыңыз Ташкенттегі Афрасияв тағында отырғанына осы айтылғандар ашық айқындық берсін. Өзіміздің құзырымыздағы және иелігіміздегі Түркістан, Әндіжан, Сайрам, Қарақалпақия және басқа да халықтар шариғаттың жасыл байрағын асқақтату үшін таңертеңде, кешке де шынайы ізгілік пен дұға жасаймыз. Сіздің мәртебелі құзырыңыз алдында біздің мемлекетіміз бен Мәскеу мемлекетінің арасында Ака Аштак деп аталатын иелік бар екенін мәлімдейміз. Оның тұрғындары барлығы сүнниттер. Бұрын бұл иелік талан-таражыға түскенде Мәскеу оны күшпен бағындырды. Содан бері олар Мәскеу құзырында және оған баж салық төлейді. Енді міне, осы халық бүкіл әскерімен және туы астына жиналғандармен Мәскеуден қорыққандықтан мұсылман дініне шексіз беріліп, бізге көшті. Егер сіз бізге қол ұшын беретін болсаңыз, біз дінсіздерден осы иеліктің 8 қаласын тартып алар едік. Егер біз бірлесе қимылдасақ, Мәскеу иелігіне айықпас кесір келтіреміз. Осы оймен біз сізге ең әуелі достық мақсатпен Цайекули Чухра Агаси биді ұлы айлаққа жібермек болған едік. Алайда біздің құлағымызға соғыс туралы және кәпірлердің жеңіліс тапқаны туралы хабар жетті. Айналамыз қуанышқа толды. Осы оқиға туралы хабар бізге жетісімен біз өзімізге шынайы берілген және мәртебелі Құрбанбек Көкілташ арқылы сіздің сарайыңызға осы хатты жолдадық. Сіздің үкіміңіз қандай болатындығы туралы хабарды жылдам жіберсеңіз, біз оны асыға күтеміз. Сіздің ізгілікке толы салтанатты сарайыңыздан айтылғанның бәрін біз жоғары дәрежеде орындауға дайынбыз. Хатта кейбір түсініксіз сөздер кездеседі. Мысалы, Ака Аштак деген сөзді Ирина Викторовна жайық Орал алқабы деп аударыпты. Яғни Ака сөзі өзенді білдіреді екен. Сондай-ақ Цайекули Чухра Агаси атауы Әбілхайыр ханның Орынбор губернаторына жазған хатында тағы да кездескендіктен, бұл сөз мәртебелі биік адамға берілетін лауазым болар депті. Алайда бұл қазақ-түрік одағы жүзеге аспады. Дегенмен бұл өте құнды ақпарат болып табылады. Діни тұрғыдан алсақ, Осман империясы ықылым заманнан Ханафи мазхабы Матурди ақидасына негізделгенін білеміз. Яғни Тәуке хан тұсында қазақ даласындағы мұсылмандар дәл осы қаймағы бұзылмаған сүнниттік жолда ұстанғаны белгілі болады. Бұл біріншіден теріс ағымдарға, екіншіден ата дінімізге қастығы бар тәңіршілдерге қарсы мықты дерек болмақ. Ал тарихи тұрғыдан алсақ, Тәуке хан тағы Ташкентте орналасқаны және оның иелігіне Түркістан, Әндіжан, Сайрам, Қарақалпақ жерлері кіргені анық айтылып отыр. Бұл өз кезегінде қазақ жерінің қаншалықты ауқымды болғанын білдіреді.